Ағымдағы жылы 21 қазанда президент Қасым-Жомарт Тоқаев парламент мәжілісі депутаттарының сайлауын тағайындау туралы жарлыққа қол қойды. Сайлау конституциялық мерзімге сәйкес 2021 жылдың 11 қаңтарында өтеді. Бұған дейін парламент сайлауы 7 рет өткен, оның 6-ы кезектен тыс. Биылғы парламент сайлауы 8-ші болмақ. Билікте де ұйықтап қалғып отыратындар заң шығарушы тарапында бар. Солай ғой, парламентте. Олардың орнына енді жаңағы ширақтау, білгірлеу адамдар келеді. Бірақ бұнда жаңағы бұл мәселенің бірақ жағы ғана. Екінші жағы ол оппозицияны да күшейту керек. 1995 жылы 30 тамызда Қазақстанның жаңа конституциясы қабылданып, қос палата мәжіліс пен сенаттан тұратын жоғары өкілді орган айқындалды. Төменгі палата 107 депутаттан тұрады, оның 98-і саяси партиялық тізім бойынша, 9-і Қазақстан халқы ассамблеясынан тағайындалады. Соңғы кезектен тыс парламент сайлауында 6 партияның 3-і ғана сайлаушылардың 7%-нан астам дауысымен парламенттің төрінен орын тепкен. Ең алдымен біздің саяси жүйені өзгерту керек. Биліктің 3 тарабы бар, атқарушы билік, заң шығарушы билік. Сол биліктің 3 тарабы олар бір-бірін теңестіріп тежеп отыру керек. Мысалы, атқарушы билік өзінің есебіне шығарғысы келеді. Заң шығарушы билік соны белгілі дәрежеде тежеу керек. Және экономикалық саяси субъекттер соларды тежеу керек. Енді парламент мәжілісі тұрақты комитеттерінің бір төрағасы мен 2 хатшысы парламенттік оппозиция депутаттар арасынан сайланады. Парламенттік оппозиция бір сессия кезінде кемінде 1 реттік парламенттік тыңдау өткізу жөнінде бастама көтеру құқығын иеленеді. Бір сессия кем дегенде 2 рет үкімет сағатының күн тәртібін айқындайды. Британиядағы лейбористер мен консерваторлар бір-бірінен билікті пәленше жыл билікте отырады, содан кейін жаңағы әр жылы, әр айы, әр күні кемшіліктерді тізбектеп, баспасөзде беріп, парламентте айтып, кемшілігін бетіне басып отырады. Ондай жүйе бізде жоқ. Парламенттік тәжірибеде алғаш рет партиялық тізімде әйелдер мен жастарға 30%-ық үлес енгізілген. Мәслихат сайлауы бірінші рет партиялық тізім бойынша өтеді. Жақында өткен партияшылдық іріктеу жүйесі мәжілістегі депутаттардың құрамына өзгеріс әкелмек. Оған праймериз өз үлесін қосады деп түсіндірілді. Алдағы уақытта біраз праймеризшілдер мәжіліс кабинеттеріне жайғасуға мүмкіндік алмақ. Праймериз деген ол көзбояушылық. Халықты алдады, халықты қорлады. Праймериз деген ол бізге бір тиынға да келуші. Ол мұна батыстың ойлап тапқаны, ақш ойлап тапқан. Оны ақштан іздеу керек. Бізге бір тиынға да келуші жоқ. Біз миллиард емес біздің санымыз. Жарты миллиард емес біз, 300 миллион емес біз, 18 миллион сайлаушылар бізде 10 миллион. Ал енді праймериздің нәтижесі қандай болды? Праймеризге егер бұлар сайысқа түсірсе, міне, тіркелмей жүрген партиялар, тіркелген партиялар, Нұр Отан, анау ДПК, мінекей, ауыл партиясы, хақпенен бірге қазір телевидениеге шығамыз, сайысқа түсеміз, программаларымызды байқаймыз, сынаймыз. Программаларымыз жақсы болатын болса, жарламамаймыз деген әңгіме емес. Праймериз деп Нұр Отанның ішіне мен енді соңғы несін білетінім сан 15 мың адам қатысты дейді. Не істепті 15 мың адам? 15 мың адамды кім біледі? Ешкім білмейді ғой. Ешкім білмейді. Белгісіз адамдар біреулер тауып алып шығарды, домбыра тартқызды, әңгіме айтқызды. Соныменен праймеризге егер түпкілікті есептейтін болса, қаншама қаржы шықты сол бюджеттен. Анау телевидение, мынау газеттерді ешкім оқымайтын, соларға бәрін жазғызды. Онда ешкім оқымайды. Шығарады, таратады, содан кейін анау неге отырға кетеді. Сол не ойламайды? Ал нақты адал сайлау өткізгісі келсе, жарайды енді. Біз ақш емес, жарты жыл жарламалайтын.
бір ай. Бірақ нақты партиялар тірке. Біз қырғыздарда неміз кем? Соңғы сайлауларда 16 партия қатысты. Біздің грузиндерде неміз кем? 20 шақты партиялар қатысады. Біздің Украинадан неміз кем? 30 шақты партия қатысады. Біз сол баяғы жартас, сол жартас 6 партияны тіркеп қойған. Нұр Отан, сосын Нұр Отанның інілері. Нұр Отан не айтады, сол істейді. Ана басшылары да басқалары. 2021 жылы өтетін сайлау туралы халық арасынан сауалнама жүргізгенбіз. Алайда билікке келгенде жүрегі шайылған халық камераға өз ойын ашық айтудан қорқады. Дегенмен батылдардың да билікке айтары бар. Хотелось бы, чтобы они работали на совесть, не только для себя, но и для всего народа. Повышали зарплаты, повышали пенсии, чтобы людям жилось еще лучше. У нас в Казахстане вся таблица Менделеева, у нас все есть. Мы занимаем первое место по содержанию урана в Казахстане. Во всем мире этого нет. Это радиоактивная руда, которая используется для полета ракет в космос. Думаю, не только о других нациях, но и о казахах тоже. В аулах люди живут плохо, выживают там, не живут, а существуют. Хотелось бы, чтобы работали депутаты еще лучше. Депутаттар сайланып, оны сайлаймыз, егерлерді сайлап жатқан жоқпыз. Олар өздері сайлайды, өздері айтады, өздері шығамайсың. Халықтың мүддесін ешкім қорғап жатқан жоқ. Олар өздеріне депутат болады, өздеріне условия жасайды, өздеріне жағдай жасайды. Ешқашан мен бір депутаттың халыққа деген болмайды. Әділдік қоғамды алға сүйрейтін үлкен күш, сондықтан алдағы сайлау ашық, әділ өтеді деген сенімдеміз.